Сәлем, құрметті көрермендер. Сіздерге 2024 жылдың ең үздік қорытынды фильмдеріне қысқаша шолу жасаймыз. Міндетті түрде арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. 8-ші орында «Үміткерлер» фильмі. Бұл фильмде басты кейіпкеріміз Таши талантты теннисші. Алайда жарақат алғаннан кейін ол үлкен спортпен қоштасып, жаттықтырушы болуға мәжбүр болады. Енді ол күйеуі Артты нағыз спортшы жұлдызына айналдыруға тырысады. Арт спорттағы сәтсіздіктерін жеңу үшін төменгі лигадағы жарыстарға қатысады. Бірақ күтпеген жағдай болады. Оның қарсыласы Патрик Арттың бұрынғы досы әрі Ташидің бұрынғы жігіті болып шығады. Бұл спорттық драма ерекше махаббат үшбұрышын көрсетеді. Фильмнің режиссері Лука Гуаданина, басты рөлде Зендия ойнайды. Фильм әлі шықпай жатып ақ, ерекше сюжетімен көпшіліктің талқысына түсті. Ал экранда махаббат пен спорт және шиеленістердің үйлесімі көрерменді баурап алады. 7-ші орында «Граф Монте-Кристо» Александр Дюманың ең танымал романдарының бірі. Пьер Нине басты рөлде ойнаған 3 сағаттық ауқымды туынды Францияда хит болып қана қоймай, Ресейдегі ең көп табыс әкелген шетелдік фильмдердің бірі атанды. 1815 жылы жас теңізші Эдмон Дантес сүйіктісімен үйлену тойы болатын күні әділетсіз айыппен ұсталып, сотсыз иф қамалы деп аталатын ең қорқынышты түрмелердің біріне қамалады. Түрмеде 4 жыл отырған соң, ол туннель қазып қашуға тырысып жатқан басқа тұтқын Аббат Фариямен танысады. Дантес Фарияға көмектесіп жүріп, одан тамплиер орденінің жасырылған қазынасы туралы біледі. 10 жыл өткен соң, Дантес түрмеден қашып шығып, сол қазынаны тауып алады. Осылайша ол Монте-Кристоның жұмбақ графына айналып, өзіне қастандық жасаған адамдардан кек алуды жоспарлайды. 6-шы орында «Конклав» бұл қазіргі католик шіркеуінің қасиеттілігі мен билік үшін күресін зерттейтін қызықты камералық триллер. Фильмнің режиссері Эдвард Бергер, ал басты рөлде Рэй Файнс ойнайды. Оқиға Рим папасының кенеттен қайтыс болуынан басталады. Кардиналдар Сикстин капелласында жиналып, жаңа Рим папасын сайлауға дайындалады. Конклавты ұйымдастыру міндеті кардинал Лауренске жүктеледі. Алайда ол Рим папасы лауазымына негізгі үміткерлер туралы бірқатар қауіпті құпияларды біліп қояды. Бұл құпиялар сайлау нәтижесіне ғана емес, бүкіл католик шіркеуінің негізіне әсер етуі мүмкін. 5-ші орында «Еретик» жылдың ең үздік триллері. Сюжет шіркеу миссиясына қатысушы діни топтың мүшелері 2 жас қыздар Мистер Рид есімді ер адамның үйіне кездейсоқ барумен басталады. Ол әйелінің асханада бәліш пісіріп жатқанын айтып, қыздарды үйіне кіргізіп, дін туралы әңгіме айтуға тартады. Алғашында зиянсыз болып көрінбеген жағдай біртіндеп қорқынышты сипатқа ие бола бастайды. Қыздар бірдеңенің дұрыс еместігін түсінеді, бірақ қашып кету мүмкін болмайды. Нәтижесінде оларды бәліштің орнына күрделі азаптау мен сенімдерінің шынайылығын сынайтын ауыр сынақ күтіп тұр. Бұл фильм психологиялық шиеленіс, терең философия және Хью Гранттың ұмытылмас актерлік шеберлігі үйлескен нағыз жауһар. 4-ші орында «Субстанция» бұл ерекше стильде түсірілген хоррор. Сондай-ақ Канн фестивалінде үздік сценарий жүлдесін жеңіп алған «Короли Фарша» фильммен қатар соңғы уақыттағы ең көп талқыланған жобалардың бірі. Басты рөлдерді сомдаған Деми Мур мен Маргарет Куэлли экранда ерекше дуэт жасап, өздерін кино әлемінде тағы бір жоғары деңгейге көтерді. Фильм оқиғасында Голливуд жұлдызы Элизабет Спарклдың өмірін баяндайды. Ол бұрын танымал болғанымен, қазір танымалдығының жалыны бәсеңдей бастаған. Әлі күнге дейін теледидарда фитнес-шоуды жүргізіп жүрген Элизабет, жаңа жас жүргізушімен бағдарламаның қайта жанданатынын біліп, өзін сақтап қалудың жаңа жолын іздейді. Шарасыздықтан ол инновациялық препаратты қабылдауға шешім қабылдайды. Препарат жасаушылар оған керемет өзгерістер уәде етеді, бірақ ол тек 1 апта ғана әсер етеді. Препараттың арқасында Элизабет жас әрі сымбатты сүюге айналады. Ол шоу-бизнесте жаңа мансап бастап, назардың ортасында болады. Алайда көп ұзамай 7 күннің жеткіліксіз екенін түсініп, препаратты қайта-қайта қолдануға мәжбүр болады. Бірақ бұл таңдаудың өз құны бар. 3-ші орында «Дюна» екінші бөлімде бұл Дени Вильнев түсірген.
Фрэнк Герберттің фантастикалық романына негізделген эпикалық блокбастердің жалғасы. Сюжет бойынша Герцог Лето Атрейдестің өлімінен кейін оның ұлы Пол мен анасы Джессика шөл далаға қашып фримендер тайпасына қосылады. Тайпа мүшелерінің бір бөлігі Полды құтқарушы деп қабылдаса, енді бірі оны тыңшы санайды. Пол түрлі сынақтардан өтіп, өлімге әкелетін аят суын ішіп пайғамбарға айналады. Фильмді көптеген көрермендер бірінші бөлімге қарағанда сәттірек деп бағалады. Себебі ол баяу баяндау стилі мен экшн сахналардың аздығы сияқты кемшіліктерді түзеп, Пол Атрейдес оқиғасының уақытша болса да маңызды нүктесін қоя алды. Дюна екінші бөлімі премьерадан кейін үлкен табысқа қол жеткізіп, көрермендер арасында кеңінен танылды. Екінші орында Носферату фильмі. 19 ғасырда риэлтор Томас Румынияға жұмбақ граф Орлоктың шақыруымен барады. Оның тапсырмасы графқа жаңа үй сатып алу бойынша құжаттарды дайындау. Алайда көп ұзамай Томас графтың шын мәнінде вампир екенін түсінеді. Бұл Роберт Эггерс режиссерлік еткен көптен күткен ремейк, неміс экспрессионизмі классикасы Носферату фильмінің жаңа нұсқасы. Эггерс бұрын «Ведьма» және «Маяк» фильмдерін түсірген танымал режиссер. Бұл оқиға көпшілікке белгілі және граф Орлоктың бейнесі бастапқы нұсқадан қатты өзгеше. Бірақ фильм визуалды көріністермен, музыкалық сүйемелдеуімен және актерлік шеберлігімен ерекше әсер қалдырады. Сол себепті Роберт Эггерстің Носферату фильмі жылдың үздік фильмдер тізімінде. Бірінші орында Бруталист фильмі көптеген батыс басылымдар мен сыншылардың пікірінше жылдың үздік фильмі атанды. Басты рөлді әйгілі актер Эдриан Броуди сомдайды. Фильмнің оқиғасы еврей архитектордың өмірін баяндайды. Ол Холокосттан аман қалып, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америкаға қоныс аударады. Сол жерде ол американдық арманын жүзеге асыруды көздейді. Алайда оның өмірі бай бейтаныс адамның үлкен қоғамдық орталық жобалауды ұсынуымен қалыптасады. Бруталист бұл еуропалық нацизмнің сұмдығынан қашып, американдық капитализмге үміт артқан адамның қайтадан қиындыққа тап болуын көрсететін маңызды фильм. Ол адамзат қадір-қасиетінің құлдырауын шынайы суреттейді және жылдың үздік фильмі атағына лайық деп танылды.